Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайын болатын және де өте дәмді болып шығатын панкейки жасайтын боламыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алғаш жасағаннан ақ өте сәтті шығатын рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен міндетті түрде құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқаны және де қантты салып миксердің көмегімен жақсылап 2-3 есеге дейін ұлғайып, ағарып көпіргенге дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз 2-3 есеге дейін көтерілетін болады. Неке қыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз осылайша көпіршіп аппақ болып 2-3 есеге дейін ұлғаятын болады. Және де осы массамыздың үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды немесе кішкене ғана газге ертіп алсаңыздар болады. Және де міндетті түрде жылы сүтімізді, содан соң бір шай қасық қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар да болады, ванилинді қоспаса да болады. Содан соң бір шай қасықты толтырып разрыхлитель саламыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз және де үстінен міндетті түрде еліктен өткізілген ұнымызды салып, қыздар, осы кезде миксердің көмегімен емес, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Біздің жаңағы салған құрғақ қоспаларымыздың бәрі бірігіп, жақсылап араласуы қажет. Барлық қоспаларымызды осылайша жақсылап араластырып алдық. Арасында ешқандай үлкен болып түйіршіктер қалмауы қажет. Және де өзіңізге ыңғайлы табаңызды алып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң астын орташа отқа қойып, біраз қасықтан құйып пісіріп шығатын боламыз. Қыздар, екі бетін аударып отырып пісіреміз. Мінекей осы видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің панкейктардың беті осылайша тесік-тесік бола бастайды. Сол кезде біздің панкейктарымыздың асты жағы пісті деген сөз. Осылайша екінші бетіне аударып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Бұл панкейктарға қалауыңызша бананды араластырып отырып жасасаңыздар да болады, немесе ортасына шоколад қойып пісірсеңіздер де болады. Алдымен біраз қасық массамызды құямыз, содан соң ортасына шоколадымызды салып, және де үстіне шоколадты кішкене жауып тұратындай етіп, тағы да массамызды құйып пісіретін боламыз. Қыздар, мінекей пісу жолы өте оңай. Орташа отта жаңағы массамызды құйып, мінекей бетіне осылайша тесіктері пайда болған кезінде екінші бетіне аударып пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, каналымды қолдап және де басқа адамдардың көруіне себепші болып, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікіріңізді қалдырып, және де тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Каналыма кіріп, видеоларымды міндетті түрде қарап шығыңыздар. Өзіңізге керекті видео табатыныңызға сенімдімін. Неке қыздар, панкейктарымыз дайын болды. Өте керемет, әрі өте әдемі, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алғаш жасағаннан ақ сәтті шығатын рецепттердің бірі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осы рецептпен сіздерде 35 шақты панкейк шығуы қажет, немесе одан да көп болуы мүмкін. Қалауыңызша осылай вареньемен, немесе шоколадпен, немесе осылай сгущенкамен сәндеп ұсынсаңыздар да өте әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін менімен бірге қарағандарыңызға рахмет. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.